안녕하세요. 몰리쌤입니다. Достар, біз бүгін сіздерменен уәде еткенімдей Instagram Сенс Кореян парақшасында уәде еткен болатынмын, иә. Қалай ғана аз ғана уақыттың ішінде өзіңнің сөйлеуіңді дамытуға болады, сөйлеу қабілетіңді дамытуға болады. Яғни ешқандай кәріс достарсыз ақ, Кореяға бармай ақ, Қазақстанда үйде отырып өзіңнің спикингіңді дамытудың тәсілдері бар. Олай болса, ең бірінші тәсіліміз ол блогер синдромы тәсілі. Маған өзіме сөйлеуімді дамытуда өте көп көмегін тигізген тәсіл. Яғни блогер синдромы тәсілі ешқандай ешкімнің көмегінсіз ақ, өзіңнің қолыңда девайсың, телефоның болса болды, сөйлеуің қабілетіңді дамытуға болатын әдіс. Яғни сіз қолыңызға өзіңіздің телефоныңызды аласыз да, камерасын ашып, өзіңізді селфи камера арқылы видеоға түсіресіз, алдыңғы камера арқылы. Өзіңіз бүгін не істедіңіз, не іштіңіз, не жедіңіз, қайда бардыңыз, кімді кездестірдіңіз, барлығын, жалпы ойыңызға не келеді, соның барлығын тырысып, кәрше камераға, видеоға айта бересіз. Яғни бір түсіресіз, екі түсіресіз, үш түсіресіз, келесі мысалға бірінші түсірген видеоңызды өзіңіз көрген кезде сіз қандай қателер жібергеніңізді, қай сөзді қалай дұрыс емес айтқаныңызды байқайсыз. Яғни мысалға төртінші видеода сіз уже жақсырақ сөйлей бастайсыз. Бесінші видеода одан да жақсы, 10-шы видеода одан да жақсы. Ал 30-шы, 40-шы видеода, тіпті бірінші видеоңыз бен 30-шы, 40-шы видеоның арасында адам сенбестей сондай бір айырмашылық болады. Өзіңіз міндетті түрде байқап көріңіз, қолыңызға телефоныңызды алыңыз да, қолыңыз босаған сәтте камераны қосып қойып сөйлей беріңіз. Өзіңізді блогер сезінесіз де, блог түсіріп жүрмін деп ойлаңыз, жақсы ғой. Бұл тәсілдің бір артықшылығы, адамдар көбінесе оқыған кезде дауыстап оқымайды сөздерді. Содан да олардың произношениелері дұрыс болмайды. Яғни іштей оқығанда сіз өзіңізге идеально дұрыс оқып жатырмын деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда сіз соны дыбыстап оқып көріп, сол өзіңіздің дыбыстағаныңызды қайтадан тыңдасаңыз, сіз шын мәнісінде ол сөзді шынымен дұрыс айта алмайтындығыңызды түсінесіз. Сондықтан осы бірінші блогер синдромы әдісін жақсылап пайдаланып көріңіз. Олай болса, екінші тәсіл. Екінші тәсілді мен ерекше етіп досыңа қоңырау шал әдісі деп атадым. Яғни бұл жерде жай ғана телефонның ғана болуы жеткіліксіз, сізге кәріс дос керек, иә? Оны қайдан табамыз? Қазіргі таңда бізде интернет дамыған 21-ші ғасыр, иә? Әртүрлі приложение қосымшалар бар, тіл алмасуға арналған, языковой обменге арналған. Яғни сол приложениелер арқылы достар табасыз, сол достарыңызбенен келісіп, мысалға сіз ол ағылшын тілін үйренгісі келсе, сіз ағылшынша білсеңіз, оған ағылшынша үйретесіз, ол сізге кәрісше үйретеді. Немесе ол орысша білгісі келсе, сіз оған орысша, ол сізге кәрісше. Немесе ол қазақша үйренгісі келуі мүмкін. Сіз оған қазақша, ол сізге кәрісше деген секілді бір-бірлеріңізге аудиозвонокпен, видеозвонокпен сөйлесіп үйретесіз. Мен сіздерге қазір солардың бірнешеуін өзім қолданғандарын сіздерге қалай қолдану қажет екендігін өзім қолданып көрсететін боламын. Ең бірінші азар қосымшасы қалай қолдану қажет екендігін мен сіздерге көрсетемін. Бірге көріп келейік. Мінекей достар, азар деген қосымшаға кіресіздер. Сізге через Facebook арқылы кіруге болады, немесе басқа да Google аккаунт арқылы кіруге болады. Мысалға мен өзім Facebook арқылы кірген болатынмын. Сол арқылы қазір кіремін. Достар, дәл осы жерде бізде авария болып қалды. Яғни мен азар приложениесін қосқан кезде, онда микрофон бірден қосылатындықтан запись экранада дыбыс жазылмай қалатынын ескермеппін, сондықтан осылай жеке жазып отырмын. Яғни бұл жерде айтып жатқаным, сіз азар қосымшасына кірген кезде өзіңіз сөйлескіңіз келетін адамның елін, странасын таңдай аласыз. Әдетте сбалансированный нұсқасы сізге бесплатно, және өзіңіздің қай елден кіріп отырсыз, сол ел сізге бесплатно ашылады. Одан кейін өзіңіз сөйлескіңіз келетін адамның жынысын, яғни еркек пе, әйел ме таңдай аласыз. Ал жаңағы өзіңіз белгілі бір, ол бесплатный, ал белгілі бір елді таңдау, ол уже платный нұсқада болып кетеді. Сондықтан әзірше сбалансированный нұсқасын таңдап, соның ішіне кәрістер шыққан кезде соларменен практика жасасаңыз болады. Ал мен бүгін арнайы сіздер үшін кәрістермен қалай сөйлесу керектігін көрсету үшін жаңағы елді таңдау функциясын сатып алдым. Қазір мінекей Южная Кореяны таңдаймыз.
елді таңдағаннан кейін түріңізді кішкене дұрыстап жүріп экранды солға қарай бұрасыз. Сонда сізге кез келген адамды автоматты түрде шығарып береді. Сол адамменен сөйлесе бересіз. Мен жалпы кәрістермен не туралы сөйлескенімді, қандай әңгіме айтқанымды барлығын сіздерге көрсетпек болған едім, алайда өкінішке қарай микрофон істемей қалып көрсете алмай қалдым. Олардан видеоны ютубқа салсам бола ма, ютубқа салғалы жатыр едім, түріңіз шықса бола ма деген рұқсатты алған болатын. Оның барлығы шықпай қалды. Бірақ көбісінің айтқаны, вау, сен кәрісше қалай сөйлейсің деп көбісі таң қалды. Метиска емессің бе деп сұрағандар болды. Мінекей сондықтан да видео нұсқасы қалай сөйлескенім шықпағандықтан сіздерге тек видео нұсқада ғана ұсынып отырмын. Осылай сөйлесе берсеңіздер болады. Жалпы өте көп беріліп сөйлесіп кеттім, сіздерге видео түсіремін деп отырып. Сөйлесіп отыра берсеңіздер, аяқ астынан осылай өлең айтып беретін, гитара тартып беретін, кез келген пианино болсын, инструментте ойнап беретін адамдар да табылады. Кейбіреулер болады сізге амандаспастан бірден өзінің өлеңін ойнап кететін. Оларға өзіңіз амандасып, бірақ қарсы аньоңасео деп бастасаңыз, олар сол аньоңасео деген сөзіңіздің өзіне вау, сен қарсы қалай күшті сөйлейсің деп, негізі сондай халық жалпы жай ғана амандассаң ғана соның өзін мақтап сізге күш қуат беріп отырады. Яғни сіз кәдімгі нейтив спикерлерден мақтап алсаңыз, ол сізге кәдімгідей күш қуат береді ары қарай оқуға. Мен өзім де басынан кешкем. Сондықтан осы приложениені қолданып, яғни досыңа қоңырау шал методы арқылы сөйлеу қабілеттеріңізді дамытуға мен сіздерге үлкен кеңес беремін. Өте оңай, өте тиімді қосымша қолдануға. Екінші бізде Good Night қосымшасы. Good Night қосымшасы да енді азар ол видео звонок тәсілі арқылы болса, Good Night ол аудио звонок арқылы өзіңіздің достар тауып сөйлеу қабілетіңізді дамытуға арналған. Достар, азардан кейін аудио звонок арқылы өзіңіздің сөйлеуіңізді дамытуға болатын келесі приложение Good Night деп аталады. Жалпы оған қалай тіркелу керек екендігін өздеріңіз кірсеңіздер барлығы ол жақта түсінікті. Просто настройкада тілін таңдаған кезде кәріс тілін таңдау керек. Хангуго деп тұрады, Мына жерде онлайнда отырған адамдардың тізімі, сізге ең қажеттері случайный дегенді басасыз, сізге өзіңізге қазір кез келген адамды шығарып береді, сол адамменен 7 минут сөйлесуге мүмкіндік береді. Ары қарай дос болып қалам десеңіздер, ары қарай досқа айналып, мына жерде чаты дегенге шығатын болады, сол жақта кәдімгі сөйлессеңіздер болады, ары қарай толықтырып. Қазір мінекей осылай шығарып береді қазір. Кез келген адамды сол адамменен сөйлесесіз. Тағы да сөйлесуге келген кезде микрофон бізде өшіп қалып, запись экранында дыбыс жазылмайтындығын тағы да ескермей қалдым. Мінекей осылай сөйлесесіз, сізге 7 минут уақыт беріледі. 7 минут уақыт біткеннен кейін, егер дос болып қалғыңыз келсе, сізге мына жерде таңдау беріледі. X-ті бассаңыз дос болмайсыз, ал жүректі бассаңыз дос болып қаласыз да ары қарай сөйлесуге мүмкіндігіңіз болады. Екі қосымшаның да видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерден сілтемесі арқылы өтіп басып алсаңыздар болады. Енді осы жерде көпсілеріңіз видеозвонокпен, аудиозвонокпен сөйлесуге яламын деулеріңіз мүмкін. Ялмаңыздар. Кәрісше 100% сөйлеп кеткенше, ят деген нәрсені әзірше қалталарыңызға салып қойыңыздар, жақсы қойыз. Егер ялам деп жүре берсеңіздер, сіздерде нәтиже шықпайды. Үшінші культибіміз папугай әдісі деп аталады. Папугай дегеніңіз өздеріңіз білетіндей қайталағыш жануар, Бұл жердегі ең маңызды басты назар аударуыңыз қажет нәрсе қайталау. Яғни сіздер Кореяға қызығатындықтан Кореяның дорамаларын, кәріс шоуларын, кәрістердің әртүрлі бағдарламаларын көретіндеріңіз белгілі, Көрмесеңіздер де осы әдісті пайдалану үшін көруге тырысыңыздар. Яғни сол бағдарламаларды көріп жатқанда жай ғана көріп жатпай, алдыменен субтитр немесе оригиналда көру керек. Озвучкамен көруге болмайды. Өйткені сіз олардың жаңағы актерлардың немесе шығып жатқан адамдардың сөздерін папугай секілді қайталауларыңыз қажет. Яғни олар бір нәрсе айтады ғой, сіз соның айтып жатқан нәрсесін видеоңызды көріп жатқан тура сол жерде паузаға қойып, артынан қайталауға тырысыңыз. Бұл да сіздің жаңағы произношениеңізді, сөздерді, әріптерді дұрыстап айта алуыңызды, сөйлеп кетуіңізге көмек беретін өте күшті әдіс. Мысалға, мен сіздерге қазір көрсетейін, Мысалы, мен мына видеоны көріп жатырмын. 혹시 인간 수업이라고 김동희 씨. осылай кез келген дарама болсын видеоны көріп жатасыз да, соның
бірден тоқтатып қойып артынан қайталайсыз. Яғни тура сол секілді айтуға тырысасыз, сол кезде сіздің произношениеңіз дұрысталады, сөйлеу қабілетіңіз артады. Дублер әдісі деп атадым бұл әдісті. Дублер әдісі, яғни сіз жоғарыдағы дорамаларды субтитр немесе оригинал арқылы көресіз дедім. Бірінші әдісіміз соларды қайталау болса, екінші әдісіңіз мүлде видеоның дауысын өшіріп тастайсыз да, сол жаңағы актердің айтып жатқан жаңағы аузына жыбырлап жатқанына сәйкес өзіңіз әлгі видеоны дыбыстайсыз. Мысалға ол Тейрабын анямасайо, манасапангоя, бір нәрсе осылай сөздерді айтты дедік, ол видеода. Сіз соны қарше білмесеңіз де, кәдімгі қазақша әріптермен қағазға жаңағы айтқан сөздерін жазып алыңыз да, сосын видеоның дауысын мүлдем өшіріп тастап, жаңағы блогердің немесе кинодағы актердің айтқан несін, текстін өзіңіз қағазға қарап дыбыстауға тырысыңыз. Яғни дублер боласыз, өзіңіз киноны дыбыстайсыз. Бұл әдісте сізге өзіңіздің неңізді, произношениеңізді, сөйлеуіңізді дамытуға өте жақсы көмектеседі. Бітпейтін қызығушылық деген әдіс. Қалай қызығушылық бітпейтін? Мысалға, сіз көшеде кетіп бара жатырсыз да, қоқыс жәшігін көріп қалдыңыз. Қоқыс жәшігі деген кәрше не екен деп қызығасыз. Осын іздеп көрейінші дейсіз да, сіз переводчикті алып қоқыс жәшігі деген сөзді аударасыз. Осылай бітпейтін қызығушылықтың арқасында өзіңіз мысалға кетіп бара жатсыз да, күннің жарқырап тұрғанын көріп қалдыңыз. Жарқырау деген не екен осы кәрше дейсіз да, переводчикті аласыз да аударасыз деген секілді әртүрлі. Мысалға, сіз кетіп бара жатырсыз да, бір адамның жылап тұрғанын көріп қалдыңыз. Жылау деген не екен осы кәрше деп сізде бірден қызығушылық пайда болу керек. Яғни бітпейтін қызығушылық болса, сіз міндетті түрде сол жаңағы сөздерді жаттап, сөйлеуге уже ұмтылып тұрасыз. Яғни тура осы бітпейтін қызығушылық әдісі сізге сөйлеуге көмектеседі. Ол қалай? Сіз мысалға былай кетіп бара жатсыз да, алдыңызда әдемі гүлдерді көріп қалдыңыз. Енді сіз гүл әдемі деген сөйлемді айтқыңыз келіп тұр. Мына гүлдер әдемі дегенді. Сіз енді аласыз да, мына деген, мынау, мына деген сілтеуесіндегі кәрше қалай болады екен? Переводчикті аласыз да аударасыз. Мынау деген и болды. Енді гүлдерді аудару керек сізге. Гүл дегеніміз, гүлдер дейсіз де, кәдімгідей переводчикке жазасыз, ол сізге шығарып береді. Код тіл. Код тіл, и код тіл, яғни мына гүлдер, и код тіл деген сөйлем шықты. Енді сізге әдемі дегенді аудару қалады. Әдемін аударасыз, еппіда шықты. Енді сізде полностью сөйлем шықты. И код тіл, еппіда. Мына гүлдер әдемі. Яғни еппойо, еппімнида деген мағынада нақты кәдімгі грамматикалық формада шықпаса да, нақты кәрістер түсіне алатын, өзіңіз түсіне алатын сөйлем шықты. Главное, сіз сөйлей алдыңыз. Гүлдер әдемі деген ойыңызды жеткізе алдыңыз. Тура сол секілді. Кетіп бара жатырсыз да, өте биік ғимаратты көрдіңіз. Мына ғимарат биік деп айтқыңыз келді сіздің. Мына ғимарат биік. Мына дегенді сіз бағана аударып алдыңыз, білесіз. И енді ғимарат дегенді аударасыз. Қарайсыз, ғимарат деген конмуль, яғни конмуль екен. И конмуль болды. Мына ғимарат. Енді сізге биік деген сөзді аудару ғана қалады. Биік деген сөзді аударасыз. Нопта. Нопта. Енді сөйлеміңізді толық қарасаңыз, и конмуль нопта. Мына ғимарат биік. Яғни сіз уже кәдімгідей ойыңызды жеткізіп сөйлей алатын деңгейге жеттіңіз. Яғни бітпейтін қызығушылық болу қажет. Екінші, өзіңіздің ойыңызға келген сөйлемдерді переводчикті қолдану арқылы өзіңізге қажет сөздерді аударып сөйлемді құрайсыз. Бірақ ешқашанда полностью сөйлеміңізді переводчикқа жаза салып аудармаңыз. Сөйлеу қабілетін дамытудан бөлек тағы бір кеңесім, сөз жаттаған кезде, сөздерді аударған кезде Google переводчикті мүлдем қолданбаңыздар, ол қате аударады. Кейін сіздер оны қате жаттап, сол күйі үйреніп кетесіздер. Сондықтан да мен қазір сіздерге Naver Dictionary деген Naver сөздігі, мен өзімнің оқушыларыма әрқашан соны ұсынамын. Ссылкасын төменде қалдыратын боламын. Соны басып алып, әрқашан өзіңіз жаңағы сөйлемдерді құрағанда қолданатын сөздерді сол қосымша арқылы аударатын болыңыздар. Яғни никогда, ешқашанда never целый, мысалға, мына ғимарат әдемі деген сөзді алып аудармаға жаза салмаңыз. Тек жеке сөздерді ғана аударасыздар, сөйлемді өзіңіз құрайсыз. Сол кезде ғана сізде результат шығады. 오늘은 여기까지입니다. 다음 영상에서 봐요. 안녕.